Сіздерге Скаврон ВК группасының админінің Fix Play деген каналын назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Егер арнасында 200 көрермен жиналса, қазақ ютубындағы ең сапалы видеоларды шығаруға уәде беруде. Сондықтан уәдесінде тұра ма екен, тексеріп көрейік. Жай ғана сілтемемен подписаться мәзірін басыңыз. Бәріңіз білетін, Қытай су бөгеттерін салу бойынша алдына ешкімді салмайды. Және жай ғана су бөгеттер емес, ең үлкен су бөгеттерін салады. Рейтинг бойынша қарасақ, ең алып су бөгетін Қытайға тиесілі екенін көреміз. Бірақтан оларға не үшін соншама алып су бөгеттері қажет? Мүмкін қызыққа, мүмкін оларды салу арқылы алынатын энергетикасын бәрін жасылдандырғысы келетін шығар. Жарайды, барлығын қарастырып көрелік. Бірақ айта кететін жайт, біз политиканы қарастырмаймыз. Сондықтан комментарийға Қытай туралы немесе оның адамдар туралы артық пікір керегі жоқ. Сонымен қалай ғана Қытай жер шарының өздігінен айналу жылдамдығын азайтуда. 1992 жылы Қытай Халық Конгресі Азиядағы ең алып өзендердің бірі Янцзыда су бөгетін салуды ұсынды. Қытай коммунистік партиясынан және патриоттардың фронтынан ұсынылған 3000 депутаттың 67-75% дауысын берді. Ал қалғаны қарсы пікірде болды. Қарсы пікірде болғандардың саны көп болса да, оған қоса бұл бөгет $200 миллиард қамтып, жанына 1.250.000 халық бар ауданды салып, өте үлкен экологиялық зардаптар әкелсе де, дамба 2013 жылы әлемдегі ең үлкен су бөгеті ретінде салынып бітті. Білесіз бе, бұл жалғыз ғана су бөгеті жылына 93,5 тераватт электр энергиясын өндіреді. Елестету үшін тұтас бір Жаңа Зеландия, Ирландия, Исландия, Коста-Рика, Багамас және Руанданың бір жылда бірігіп қосылып өндірген энергиясынан асып кетеді. Және жалғыз ғана су бөгеті мұншама электр энергиясын өндірсе де, бұл Қытайдың жыл сайын шығаратын энергиясының 1,5% ғана. Және бұл су бөгеті энергетика өндіру үшін. Су бөгеті резервуар таусылған жағдайда оны толтыру үшін Янцзы өзенінің ағысын тоқтатып тастайды. Ал резервуар 37-85 км кубты қамтиды. Бұл егер жер шарымен салыстырғанда өте аз ғана су мөлшері болса да, айтарлықтай әсер тигізе алады. Өздеріңіз білетіндей, мәнерлеп сырғанаушылар сырғанау кезінде қаттырақ айналу үшін бүгіледі, яғни қолдарын бүгіп тастайды. Соның әсеріне тезірек айналады. Өйткені дәл осылай арқылы олар инерция моменттерін көтеру арқылы денелерінің бұрыштық жылдамдықтарын арттырады. Қысқаша түсіндіретін болсақ, кез келген объектінің сыртқы жаққа қарай денесі шығып тұратын болса, бұл оның инерция моментін азайтады. Және өздеріңіз білетіндей, инерция моменті мен бұрыштық жылдамдығы тура пропорционал. Егер инерция моменті азайса, бұрыштық жылдамдығы да азаяды деген сөз. Дәл сол үшін Янцзы өзеніндегі жаңағы су бөгеті резервуар толтыратын кезде 90 метрге көтеріледі. Және жер планетасының инерция моментін азайтып, бұрыштық жылдамдығын да азайтады. Яғни жер планетасы дәл сол мезеттерде жай айналып қалады. Сіз Қытайды жердің бір күніне 0.00000006 секундқа ұзартқаны үшін кінәлағыңыз келетін шығар. Өйткені бұл тұтас 60 наносекунд. 47.650 жылда жерге 1 секунд қосып беретін уақыт. Осылардың әсерінен солтүстік және оңтүстік полюс 2 сантиметрге жылжып жатыр әр жылда. Және осылардың да әсері бар деп айтуға болады. Жердегі глобалды жылынудың болып жатқанына. Сонымен бір ғана су бөгетінің қандай әсер етіп жатқанын көріп жатқан боларсыз. Өте кішкентай мөлшерде болса да, бұл уақыт өте келе өз әсерін үлкейтіп көрсетуі мүмкін. Өйткені қазақта тама-тама көл болады деген сөз бар емес пе? Сонымен осы видеомызда өз аяғына жетті. Сіздерден тек сұрарымыз арнамызға Instagram және VK парақшаларымызға жазылу, қоңыраушаны басу және осы видеоға лайк басу. Сіздер үшін жай ғана саусақ тигізу, ал біз үшін үлкен қуаныш.